Ассалаумағалейкум достар. Ит иелерінде көп кездесетін проблема ол күшік итіңіз үстіңізге секіреді, адамның үстіне секіреді. Қонақтар келсе үстіне секіреді. Жалпы үйдің адамы болса да, любой адамға секіре береді. Соны қалай тоқтатамыз? Жалпы иттер күшіктердің арасында ең көп кездесетін проблема ол ит күшік адамның үстіне секіреді, киімімізді былғайды. Соны қалай тоқтатамыз? Мына күшік үстіге секіруді білмейді. Өйткені бұлар менің үйіме келгеннен сразу сондай тәрбиені көреді. Мен ол тәрбиені сіздерге былай түсіндіріп көрсетемін. Қалай істеу керек, не істеу керек. Біріншіден, ит күшік өз иесін, жалпы жаңа қонақтарда келіп жатқан қонақтарды қалай күтіп алу керектігін білмейді да, сол себептен жүгіріп келіп тұмсығымызға қарай ұмтылады. Үстімізге секіргісі келеді. Адамдардың ең үлкен қателігі жасайтыны ол күшік солай эмоционально жүгіріп келеді, эмоциямен жүгіріп келе жатқанда біз оны мақтаймыз, молодец, жақсы көріп, үстіге секірсе сипалаймыз кейбір кездері. Ол ең үлкен қате. Біз оған рұқсат беріп жатырмыз. Үстіге секірді, біз оны сипалап жатырмыз, значит, рұқсат беріп жатырмыз. Алдағы уақытта да солай істей бер деп жатырмыз оған. Олай істемеу қажет. Күшік сізге ұмтылып жүгіріп келе жатқанда бірнеше қимылы бар. Оның бетін тартатын үстіге секіруден. Күшік жүгіріп келе жатса, резко тізені қоямыз. Міне. Хоп, резко. Немесе жанмен тұрып қаламыз. Осылай тұрып қаламыз шетке. Келіп асылынып жатса, ол да болмай жатса, екі лапасынан ұстап аласыз, екі қолынан ұстап тұрасыз. Ұстап тұра бересіз. Оған жағымсыз сезім сездіру керек. Осылай ұстап тұрамыз қолынан. Күшік өзі тырмаланып, жерге жатып қалуы мүмкін. Жерге жатқан кезде жібереміз. Сіз оның қолдарын ұстап тұрғаныңыз оған ұнап жатса, сіз ол қолдарын қысыңыз, екі лапасын қысыңыз. Сол кезде ол жатуы мүмкін. Жатқан кезде жібереміз. Алдағы уақытта ода ой қалады. Мен осы алдына секіретін болсам, үстіне секіретін болсам, маған жағымсыз сезім келеді. Сол жағымсыз сезімді біз қимыл арқылы білдіру керекпіз. Білдірмесек, ол қайталай беретін болады. Күшік қатты қозып тұрған кезде, эмоционально жүгіріп ойнап жүрген кезде оны сипалап, жақсы көріп, еркелетудің қажеті жоқ. Ол үлкен қате негізінде. Күшік сондай сезімге үйреніп қалады. Күшік әшейін алдымызға жүгіріп келетін болса, сол кезде мақтау керек, ол молодец, жарайсың деп. Ал егер кеп үстімізге секіріп, немесе аяқ киімімізді тістеп, сондай жаман нәрсе істеп жатса, оны мақтамаймыз, сипаламаймыз ол кезде. Сол 3 қимыл, 3-4 қимылы бар. Үстіге алдымызға жүгіріп келіп секіріп жатқан кезінде тіземен қарсы аламыз, немесе бұрылып қалып итеріп жібереміз оны, немесе екі лапасынан ұстап аламыз, ұстап тұрамыз, жерге жатқанша жатпай жатыр ма, қысамыз. Оған некомфортно болу керек, жағымсыз сезім болу керек. Жағымсыз сезімді сезінеді, жатады, сол кезінде жібереміз. Әрине ол тырмаланады, шыққысы келеді, бірақ ұстап тұрамыз. Ол да болмай жатса, бәрібір де қайталап жатса, сөйтіп ұстап аламыз да екі лапасынан, артыңғы лапасын бір қадам басып, аяғын басамыз. Жібер жібереміз. Сосын барып ол қашады. Максимально жағымсыз сезім білдіру керек күшік итке, бірақ ол қимылдан, сол қимылдан шошынып қалмау керек. Не істесеңіз де, тізе қоясыз ба, шетпен қоясыз ба, бүйтіп істейсіз ба, аккуратно істеу керек, шошытып алмау керек. Дұрыс па, граф?